Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздер менен Motion Ninja бағдарламасында телефонның 3D моделін қайтып нөлден жасауды үйренетін боламыз. Ал бізге енді бірінші орында Motion Ninja бағдарламасы керек болады. Motion Ninja бағдарламасының взлом версиясын, яғни тегін функцияларды, яғни ақылы функцияларды тегін пайдалану үшін оған взлом версия керек болады. Мен взлом версияны өзімнің Telegram арнама салып қойдым. Сол жерге кіріп жүктеп алсаңыздар болады. Ал сілтемені болса видеоның описание бөлімінде тастап кетемін. Мінекей біз Motion Ninja бағдарламасын аштық. Бұл iPhone-ға да, Android-ға да кете береді. Яғни мына жерде бірінші орында New Project, жаңа проект. Мына жерде кез келген форматта осылайша таңдап алуларыңызға да болады. Мен мысалы 9:16. Сосын мына жерде екінші background, яғни артқы түстер, яғни хромакей жасау үшін ақ пен қараны пайдаланбаңыздар. Яғни хромакей жасау үшін мына жерде мына түстерді пайдалануға болады. Мен мына жасылды пайдаланамын. Сосын видеоның дыбысы шығу немесе шықпау үшін мына жерде mute on деген кнопкалар бар. Яғни қосып өшіру, мен өшіріп қоямын. Сосын мына жерде image default duration деген бар. Бұл деген, яғни сурет қойсаңыз 2,5 секунд ойнама, 10 секунд ойнама, соны есептеп қойған. Яғни мен бір фотоны 10 секунд бойы анимация жасаймын. Сосын Create Project басамыз. Мына жерде плюс белгісі бар, бұған басып видео немесе фото қоюға болады. Ал мына жерде мен видеоны таңдаймын. Add кнопкасын басам, менде видео шықты. Ал енді видеоға үстінен басамыз, Edit бөлімін басамыз, FX-ті басамыз. Сосын мына жерде Advanced 3D бөліміне кіріп, мына жерде осы кез келген анимацияларды таңдап қоюға болады. Нақты көріп тұрған болсаңыздар, сізге көрсетіп тұр рекомендованный анимациялар, яғни MacBook, яғни ноутбук, планшет, iPhone-ның ескі версиясы, Android, iPhone-ның жаңа 11 версиясы деген сияқты. Ал мына жерде төменде көріп тұрған болсаңыздар, дайын пресеттер бар, яғни сіздің видеоңызға осылай өзі анимация автоматты түрде жасап береді деген. Ал мен бұны қалаған алып қойсам болады, немесе мына жерде стандартты басам, нөлден бастап істеуіме болады. Мен стандартты бастым. Сосын мына жерде галочканы басамыз, яғни эффектіні видеоның осылайша, мына жерде видеоның эффекті жоқ, мына жерде бар, ал мына жерде жоқ. Ал енді бұл эффектіні видеоның бастан аяқ ойнау үшін эффекттің үстінен басып, осылайша біз видеоның басына және соңына осылай созып қоямыз. Керек жерін осылайша кесіп алсақ та болады, немесе кеспесек те болады. Ал мінекей видеоның эффектінің үстінен басам, Edit бөліміне басам. Мына жерде көріп тұрған болсаңыздар, көрсете кетейін. Телефонның color, яғни түсі ақ, қара болсын, жасыл болсын, сары, қызыл болсын, сол сияқты нәрселер. Ал мына жерде мына функцияны басып, өзіңізге керекті түсті таңдап алсаңыз болады. Яғни мына жерде, яғни қызыл түс, яркий немесе темный қызыл деген сияқты осылайша түстерді осылай істеп алуға болады. Ал мына жерде пипетканы бассаңыз, сіздің видеоңыздағы түсті өзі автоматты түрде таңдап беретін болады. Яғни өздеріңіз көріп тұрсыздар. Кнопканы басу арқылы осылайша кез келген курсорды кез келген жеріне жылжытып өзіңізге керек түсті таңдап аласыздар. Яғни мұқият байқаңыздар, мына жерде жасыл түс тұр. Телефоныңыздың фонында жасыл болса, сіз хромакейге пайдаланамайсыздар. Яғни бұл жерде мынандай бір проблемалар пайда болады. Өздеріңіз түсіндіңіздер. Ал енді артқы фонға телефонның фоны ұқсамау үшін мына жерде колорды басып, яғни мен мына жерде осылайша көк түсті таңдайтын боламын. Яғни мына жерде rotation дегеніміз біздің телефонымызды жоғары төмен осылайша көрсету. Ал мына жерде Y оңға және солға және оңға анимациясын жасау. Ал Z телефонымызды айналдыру. Ал мына жерде position деген, яғни телефонымыздың осылайша жайын ауыстыру. Яғни экранның мына бұрышында немесе мына бұрышында деген сияқты. Ал мына жерде Y бар, бұл жоғары және төмен. Сосын Z деген бар, артқа немесе алға деген сияқты. Ал мына жерде сіздерге кішігін көрсете кетейін. Fill деген бар, яғни fill деген үшті телефоныңыздың ішіндегі медиа, яғни фото, видео болсын, не осылайша телефонға жарым жартылай немесе экранды толықтай жауып тұруына қызмет атқарады. Ал мына жерде zoom деген батырма бар, бұл деген алыстату немесе өте жақын қылып көрсету деген сөз. Яғни көріп тұрған болсаңыздар, мына жерде цифр ойнап жатыр. Осы цифрды сіздер осылайша үстінен басып, осылайша ручной терсеңіздер де болады. Мен мысалы 100 деп қойсам,
бұл онша өте қатты жақын болып кетті. Сол үшін мен бұны алыстау қыла беремін. Мінекей дәл осылай. Ал мына жерде енді біз сіздерге кішігірім көрсете кетейін түсіндіріп. Мына жерде анимация, яғни анимация деген осы телефонымызды осылайша анимация істеуге көмектесетін функция, яғни ромбикті басамыз, осылайша қосылды. Сосын екінші ромбикті мына жерден қосамыз. Сосын екі ромбиктің арасын осылайша мына екі функция арқылы екі ромбикті осылай таңдап отыруға болады. Оны кейінірек түсіндірем. Яғни екінші ромбикті таңдағаннан кейін Y нүктесін басып, телефон бір айналып өз орнына келетін қылып қоямыз. Сосын мінекей бізде кішігірім анимация дайын болды. Ал енді осы екі ромбиктің ортасында ключевой график, яғни мына көріп тұрған болсаңыздар, біздің анимацияның ойнау графигінің арасында осылайша жылдамдық графиктері. Екі анимацияның ортасындағы жылдамдық графиктері осындай болады. Өздеріңіз қалаған графикті осылайтып қойсаңыздар болады. Яғни мінекей өзіңіз көрдіңіздер. Кез келген графикті осылайша пайдалануға болады. Мына жерде кастом деген бар. Кастом деген яғни өзіңіз көріп тұрғандай мына bounce деген бар екен. Яғни ол басқару. Графикті өзіңіздің қалауыңызша осылайша қоюыңызға болады. Мына жерде bounce elastic деген бар. Яғни мынандай функция атқарады. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Ал енді мына жерде түрлі осындай жылдамдық графиктерді бізге дайын рекомендациясын берген. Осыларды пайдалануымызға болады екен. Ал енді мына жерде мен өзім қарапайым мына графикті пайдаланамын. Үстінен басып, кастом және осылайша екі графиктің арасын осылайша істеп аламын. Яғни өздеріңіз көрдіңіздер. Енді бұл жерде біз rotation, екі телефонның айналдыру rotation графигін істедік, анимациялық графикті анимациясын істедік. Ал енді мына жерде осылайша ключевой кадрды қосып, X-ті басамын. Осылайша телефонды бұрып орнына келтіріп қоямын. Мінекей бізде анимациямыз дайын. Арасына осылай график қоюға болады. Енді бұл деген ромбик және мынандай график деген бүткіл программаларда бірдей болып жұмыс жасайды. Яғни бұлардың көрінісінде сәл ғана өзгеріс бар, бірақ барлығы осылайша дейлік дәл осындай көріністе болады. Ромбиктардың түстері өзгермейді, яғни ромбиктардың формасы өзгермейді, жылдамдық графиктерінің де формасы өзгермейді. Бүткіл кез келген программаларда дәл осы функциялар жұмыс жасайтын болады. Яғни бұл өте ыңғайлы, анимацияны нөлден бастап өзіңіздің қалауыңызша істеуіңізге көмектесетін болады. Ал мына жерде өзіңіздер көрдіңіздер, Z кнопкасын жақтым. Сосын мына жерде ключевой кадрды қосамын. Сосын мына жерде бір айналдырып, осылайша орнына келтіріп қоямын. Және екі ромбиктің арасына осылайша жылдамдық графигін беріп қоямын. Өздеріңіз көрдіңіздер. Ал мына жерде position деген бар. Position'ды осылайша қосып қоямыз. Осылай үстінен басамын және 1-2 секунд өткізіп, осылай алыстатамын. Сосын X нүктесін қосып, оңға жылжытамын. Y нүктесін қосып, төменге түсіріп бастаймын. Яғни мына жерде ручной теріс аламыз екен. Анимация көрінбеу үшін осылайша жоқ қылып жібереміз және екеуінің арасына осылайша жылдамдық графигін беріп шығамыз. Мінекей бізде анимация дайын болды. Дәл осылай өзіңіз қалағанша анимация жасауыңызға болады.